Баршаңызға сәлем достар. Бүгін зебра пирогын жасайтын боламыз. Ал ендеше кірісейік. Бізге 2 жұмыртқа, қант және кішкене тұз керек. Миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Енді 1 шай қасық ванилин қосамыз, сүт қосамыз және өсімдік майын қосамыз. Тағы да миксерлеп араластырамыз. Енді ұнға 1 шай қасық қоп сүтті қосамыз да барлығын жақсылап тұрып осылай миксермен бірінші тоққа қоспай араластырып аламыз да жан-жаққа шашырамасын деп, одан кейін тоқты жағып, тағы да осылай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне бізде осындай масса шықты. Енді оны 2 ыдысқа бөлеміз. 1 ыдысқа кішкене аздау бөлеміз. Сол аздау бөлген ыдысымызға какао ұнтағын қосып араластырамыз. Міне мен банкаға кондитерский мешок кигізіп қойдым. Осыған массамызды құйып аламыз. 2 массамызды 2 мешокқа осылай құйып аламыз. Бұл міндетті емес достар, қасықпен де салуға болады. Ыдысқа просто менде мешок болғасын, мешокпен салып көрейін деп осылай шештім. Міне мен ыдысқа осылай дүкеннің майын жағып қойдым. Енді осында ақ пен қара массамызды кезектеп саламыз. Мешок болса осылай мешокпен немесе қасықпен кезектеп салуға болады. Енді осылай таяқшамен қалауыңыз бойынша узор жасауға болады. Пирогтың үсті осындай әдемі болып тұрсын деп. Енді пирогымызды қызып тұрған 180 градус духовкаға салып аламыз. 30-35 минутқа духовкаларыңыздың мощностьіне қарай. Достар, міне біздің пирогымыз дайын. Тестосы сондай рассыпчатый, воздушный болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.